Саламатсыздар ма? Психологиялық тесттер әр адамның өз бағытын дұрыс таңдауға көмекші құрал десек те болады. Ендеше, монеталардың бірін таңдау арқылы қаржы табуды және оны игерудегі қабілетіңізді анықтаңыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қазақ контентінің дамуына үлес қосыңыз. Сіздің қолдауыңыз өте маңызды мен үшін. Ал кеттік, психологиялық қабілетіңізді анықтаймыз. Бірінші, сізге дәл қазір күн көріс үшін ақша табу керек сыңайлы. Монетаның ішіндегі тесік сізде ақшаның тұрақсыз екенін білдіреді. Сіз жалақыдан жалақыға дейін өмір сүруге бейімсіз. Кейде ақшаны аяқ асты жаратып та үйрену қажет. Дегенмен, сіз қаржылық жағдайы жақсы адамдармен оңай тіл табысасыз. Екінші, монета таңдағандар. Бұл үнемшіл жандардың таңдауы. Сіз шешім қабылдауға ешқашан асықпайсыз және әр нәрсені мүмкіндігінше тиімді етудің ұтымды әдісін таба аласыз. Жуырда қаржылық жағдайыңызды жақсарта аласыз. Қаржылық мақсатыңызды күнделікті есептесеңіз, ол процесс жылдамдайды. Ал үшінші, монета таңдағандар. Бұл таңдау сізде жақын арада өзгермейтін тұрақты қаржылық жағдайдың бар екенін көрсетеді. Егер сіз табысыңызды арттырғыңыз келсе, онда жаңа табыс көзін іздеуіңіз керек. Ең дұрысы білім алу. Сіз позитивті өмір сүру салтын жақсы білесіз, әрі дәстүрді ұнатасыз. Енді бойыңыздағы талантты дамытып, сатуды үйренсеңіз жеткілікті. Ал төртінші, монета таңдағандар. Алдағы айларда сізде қаржы жағынан серпіліс болады. Бойыңыздағы тәжірибенің жемісін көруге де аз қалды. Түбіртекті қалай көбейту керектігі туралы ойлану керек. Өйткені ақша жұмыс істеуі қажет. Егер сіз бұл қиындықты жеңе алсаңыз, сіз әлі көптеген жылдар бойы жайлы өмір сүре аласыз. Бесінші, монета таңдағандар. Сізде қазір іскерлік қабілет жоқ. Өзгерістерден қорқасыз. Осылайша өзіңізді көбірек табыс табу мүмкіндігінен айырып отырсыз. Ақшаға деген көзқарасты өзгерту керек. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Тәуекелге барудан қорықпаңыз, кәсіптегі серіктестеріңізге сенуді үйреніңіз. Сәттілік. Алтыншы, монета таңдағандар. Жыл бойы сәттілік сізге серік болады. Күтпеген жерден қомақты ақша алатын бақытты жанның бірісіз. Бірақ, көп қаржының сұрауы да көп болатын естен шығармаңыз. Егер сіз өзіңізді әлсізбін деп есептесеңіз, ақша сіздің уысыңыздан шығып кетеді. Сәттілік. Достар, міне осымен монеталардың бірін таңдай отырып, қаржы табуды және оны игеруде қабілетіңізді анықтадыңыз. Достар, сіздерден өтініш, менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Жас каналдың дамуына сіздің үлес қосады деген сенімдемін. Сау саламатта болыңыз. Келесі видеода кездескенше, алдағы уақытта психологиялық көптеген тренингтер мен психологиялық тесттер жасап отыратын боламын. Сау саламатта болыңыз. Алла сізге разы болсын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі ақшаны көз алдарыңызға елестетіңіздер. Осындай қаржы табуды мақсат етіңіздер. Тауып жүрген болсаңыздар, бұдан да артық ақшаны елестете беріңіздер. Сәттілік. Видеоны соңына дейін көріп, неше түрлі ақшаларды тағы да айтайын, елестетіңіздер.